гарнизон жеке құрамы нұсқау жүргізіп сапта тұр. Байлықтар полиция полкінің тыңдаңыз. Сержант мырзалар, қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету полиция органдарына жүктелген негізгі міндет. Бізге халықтың өмірі мен тыныштығын қорғау, азаматтар мен елдің мүлкі мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ заң бұзушылықтарға қарсы күрес жүктелген. Жаңа жылдық мерекені атап өту кезеңінде Ішкі істер министрінің бұйрығына сәйкес біз күшейтілген қызмет атқаруға көштік. Жерлестеріміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күн сайын 500-ден астам солтүстік қазақстандық полицей мен әскери қызметкерлері бізге халықтың өмірі мен тыныштығын қорғау, азаматтар мен елдің мүлкі мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ заң бұзушылықтарға қарсы күрес жүктелген.